қайырлы күн. Бүгін ұстаз болу мәртебе атты ақпараттық танымдық сұхбатымыздың қонағы математика пән бірлестігінің ұстазы Әйгерім Молдакеш, өзі жас маман болса да талай биіктерді бағындырған. Әйгерім, қош келдің. Саламатсыздар ма? Менің есімім Молдакеш Әйгерім Молдайқызы. Қазіргі таңда Шолпан Уәлиханов мектебінде 6 жылдан бері математика пәнін болып жұмыс жасаймын. Керемет. Ал енді біз сұхбатты бастамас бұрын бүгін математикаға өте қажетті бір сұрақтан бастайық. Математика тек есеп емес, логика мен тәртіп, осыны шәкіртке қалай жеткізер едің? Жалпы математиканы көбі тек қана есеп шығару деп елестетеді, яғни қиын пән ретінде елестетеді. Негізі ондай емес. Математика оқушыға әділдікті, нақты шешімді шығаруға көп көмегін тигізеді. Мысалы, мен сабағымда оқушыға әр есепті шығарған кезде әр қадамын жазуды талап етемін. Яғни бұл оқушыға ең бірінші жүйелі ойлауына көмектеседі. Оқушы әр қадамын жасаса, жүйелі түрде соған бағдарланады оқушы. Соны ғана қолданатын болады. Және де сабақта тек қана есеппен емес, логикалық тапсырмалар, өмірмен байланысты есептерді шығартуға тырысамын. Бұл оқушыға жан-жақты шешім қабылдауға, жан-жақты ойлауына көмектеседі деп ойлаймын. Сен жас мамансың, 21 ғасырдың көзі ашық уақытты ұстазысың. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақытта мен жаңа технологияларды меңгеруге тырысамын, заманауи әдіс тәсілдерді үйренуге тырысамын, және де одан бөлек кітап оқыған ұнайды өзіме. Соңғы оқыған кітабыңыз не? Соңғы оқыған кітабым «Махаббат қызық маусымдар» Әзілханшаевтікі. Ол бір студенттік шақты еске алып, ол тек қана студенттік шақ емес, қазіргі жастарға бір қандай қиындық болса да берілмеуге үйретеді деп ойлаймын. Өте мағынасы зор кітап екен. Өте тамаша. Сіз осы Шолпан Уәлиханов мектебі сіздің алғашқы ұстаздық қадамыңызды бастадыңыз. Сізде қандай қызықты оқиғалар есіңізде қалды? Немесе бір дарынды, нашар баламен жұмыс жасаған кезде қандай тәсілді қолдандыңыз? Мен ең бірінші ұстаз болып келген кезінде маған жоғары сыныптан берген сабақ, яғни 9 сынып еді. Ол кезде мен жас маман ретінде 9 сынып онымен сөйлеген кәдімгі өзіммен қатар оқушылар ғой енді. Мені жас деп басында мойындамады, біраз қиындықтар болды. Бірақ өзімнің тәжірибеммен бір түсінгенім жоғары сыныпқа сен ұстазбын деп қатты сөйлеуге болмайды екен. Оларға кәдімгі өзінің сырласы, досы ретінде олардың сұранысын жауып отырып ұсыныс жасау керек екен. Сабақта тек қана сен оқисың, сен есеп шығарасың десең, олар саған бағынбайды екен. Әзілмен өзінің досы секілді сырласып отырып сабақ өтсең, олар саған да бағынады, сен өте ұстаз ретінде сыйлайды екен. Өте тамаша. Біздің және ауданымыздың барша мемлекетіміздегі ұстаздарды құттықтауыма рұқсат. Жалпы ұстаздық деген ұлы есім. Ол оқушыға сабақ беру өте үлкен жауапкершілік әрі бақыт. Бір үйдің баласына жүрегіне жол табу, оның көңілін табу, сабақ өту өте үлкен жауапкершілікті білдіреді. Осындай жауапкершілікті мойнына алып жүрген ұстаздарға зор денсаулық, қажымас қайрат, толағай табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз тек қана биіктерден көрініп, сіздерге алғыс айтып жүре берсін. Өте тамаша. Ұстаздар мерекелеріңіз құтты болсын.